Бүгін туған күніме медовый торт жасайтын боламын. Ол үшін алдымен крем дайындап алайық. 900 мл сүтке 100 грамм қант қосып, отқа қоямыз. Бөлек бір ыдысқа 2 ас қасық кукуруз крахмалын, 2 ас қасық ұнды қосып, үстінен қайнаған сүтті құямыз. Бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырып, қайтадан ыстық сүтке біртіндеп құямыз. Крем қоюланғанша отта пісіріп аламыз. Беті құрғап қалмау үшін пищевой пленканы жауып, суық жерге қойып қоямыз. Енді тортқа көшейік. Ол үшін 4 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, миксерлейміз. Темір ыдысқа қант, сары май, балды қосып, қант ерігенше отта қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 1 шай қасық соданы қосамыз. Сонда сода мен бал реакцияға түсіп, осылай көпіреді. Шамалы суығаннан кейін жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды қосып, қамырымызды дайындаймыз. Менде 310 грамм ұн жұмсалды. Пергаментке 2 ас қасық қамырымызды салып, қолға жабыспау үшін ұнды сеуіп, қолмен жайып шығамыз. Корждар 5-7 минут ішінде өте тез дайын болады. Кальцоны пайдаланып, керек диаметрімізді кесіп аламыз. Крем суыды 200 грамм сары майды қосып, миксерлейміз. Сонда крем өте дәмді болып шығады. Енді тортымызды жинау ғана қалды. Бұнда да раздвижной кальцоны пайдаланып, тортымызды жинаймыз. Торт жұмсақ әрі дәмді болу үшін кем дегенде 3-4 сағатқа немесе түнге қалдырамыз. Тортымыз дайын, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.